Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздерге бүгін ерекше өте тәмді болып шығатын тамақтың жасалу жолын, рецептін көрсетемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қарауларыңызды сұраймын. Алдымен қамыр илеп аламыз. Тұзды суымызға бір жұмыртқа салып, жақсылап тұрып қамыр илеп аламыз. Енді подливасын дайындаймыз. Алдымен қызып тұрған майымызға пиязымызды ұсақтап турап, жақсылап тұрып, сарғайғанға дейін қуырып аламыз. Пиязымызды жақсылап тұрып қуырып аламыз. Келесі бізде етімізді саламыз. Етімізді де дәл осылай төрт-біршілеп турап аламыз. Етімізді де жақсылап қызарғанға дейін қуырамыз. Міндетті түрде дәл осы кезде тұз салуды ұмытпаңыздар. Тұзымызды салып, жақсылап қуырып аламыз етімізді. Міне біздің етіміз 2-3 минут қуырылды. Енді оның үстіне ұсақтап туралған сәбізімізді саламыз. Сәбізді дәл осылай 2-3 минут қуырып аламыз. Енді оның үстіне қызанақ саламыз. Мен қазір қолдан жабылған салат қостым. Барлығын жақсылап қызарғанға дейін қуырып аламыз. Міне біздің сәбізіміз де жақсылап қуырылды. Енді оның үстіне 1 стакан суымызды құйып, етімізді қайнатып аламыз. 5 минуттай қайнатамыз етімізді. Біздің етіміз маринадталған ет, өте тез піседі. Енді оның үстіне ұсақтап туралған картошкамызды саламыз. Картошкамызды де 5 минут қана қайнатамыз. Енді қамырымызды жайып аламыз. Біздің қамырымыз жақсылап демалды. Демалған қамырды білесіздер, тезде жайылады. Бірінші қолымызбен жақсылап жұқартып аламыз. Жұқарған қамырымызды оқтаумен жақсылап тұрып жайып аламыз. Өте қатты жұқа қылудың қажеті жоқ. Міне біздің қамырымыз дайын. Қамырымызды оқтаумен жақсылап жайып алдық. Енді оның үстіне аздап майымызды құямыз. Майды жақсылап қамырымыздың бетіне бір тегістеп жағып аламыз. Өте көп май құюдың қажеті жоқ. Жұқалап қана жағасыздар. Барлық жеріне бір тегіс жағылуы керек. Өте оп-оңай жасалады. Кешкі немесе түскі асқа жасап берсеңіздер болады отбасыларыңызға. Өте дәмді тамақ болады. Міне біздің қамырымыз дайын, майымызды жағып алдық. Енді оның үстіне ұсақтап туралған ас көктерімізді сеуіп шығамыз. Өздеріңіз ұнататын ас көктерді сепсеңіздер болады. Менде қазір укроп және кинза салдым. Енді ұсақтап туралған чесногымызды саламыз. Егер ұнатпасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Енді қамырымызды дәл видеода көрсеткендей етіп, бір шетіне орап шығамыз. Жақсылап тұрып, нығыздап орайсыздар. Кескен кезде өте әдемі шығады. Міне біздің қамырларымыз дайын. Дәл осылай орап аласыздар. Енді дайын болған қамырларымызды бөліктерге бөліп аламыз. Дайын болған қамырымызды 200 сантиметрде етіп кесіп аласыздар. Барлығын дәл осылай кесіп аламыз. Енді дайын болған қамырларымызды қазанымызға саламыз.
Біздің тамағымыз қайнап тұр. Енді қамырларымызды жақсылап тұрып теріп шығамыз. Картошканы да 5 минут қана қайнаттық. Енді дайын болған қамырларымызды бір тегістеп теріп шығамыз. Екі шетін осындай кесіп алдым, ортасына салып жібересіздер. Ешқандай жабыспайды. Барлығын жақындатып сала берсеңіздер болады. Барлығын дәл осылай бір тегістеп теріп шығасыздар. Бұл тамақты бар болғаны 1 сағаттың ішінде дайындайсыздар. Өте тез жасалатын тамақтардың бірі. Суымыз міндетті түрде қатты қайнап тұру керек қамыр салған кезде. Кейін орташа отта қойып пісіріп аламыз. Бізде барлығы 20 минут, 25 минутта пісіп шығады. Қазанымыздың қақпағын жауып 25 минутта пісіріп аламыз. Ешқандай қазанның қақпағын ашпайсыздар. 25 минутқа орташа отта бұқтырып қоямыз. Суды да көп құюдың қажеті жоқ, дәл осылай жеткілікті. Міне бізде 25 минут уақыт өтті. Құрметті көрермендер, біздің қамырларымыз ешқандай жабыспай, дана-дана болып шықты. Дәл осындай ыдыстарымызға жайғастырып салып аламыз. Өте дәмді әрі түрінің өзі тәбетті ашатын тамақтардың бірі. Кез келген қонақтарыңызға да дәл осылай ұсынсаңыздар болады. Ешқандай манты қазанға пісіріп жүрудің қажеті жоқ. Қарапайым ғана қазанға салып, өте дәмді тамақ жасауға болады. Енді үстіне подливасын саламыз. Подливасының өзі өте дәмді болып шықты. Еті бізде маринатталған. Менің каналыма өтіп қарасаңыздар, дәл осы етті қалай маринаттау жолын көрсеткенмін. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Бар болғаны 30 минутта ғана пісіп шығады еттеріңіз. Міне барлық подливаларымызды салып алдық. Енді оның үстіне өздеріңіз ұнататын ас көктеріңізді сеуіп, дастархандарыңызға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді тамақ болып шықты. Міндетті түрде отбасыларыңызға жасап беруді ұмытпаңыздар. Қараңыздар, түрінің өзі қандай тәбетті ашатын өте дәмді тамақ болып шықты. Қамырлары ешқандай орталары піспей қалмайды. Өте әдемі болып пісіп шықты. Еттері сондай жұп-жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көруді ұмытпаңыздар. Құрметті көрермендер, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі қызықты видеолар бар. Міндетті түрде сол жерге өтіп, менің видеоларымды қарасаңыздар болады. Сіздердің қолдауларыңыз өте қажет, сондықтан да менің каналыма тіркеліп, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Барлықтарыңызға ас болсын.